Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 39-шы сабақпен танысамыз. Неліктен энергия үнемдегіш лампалар жасыл энергияның символы деп аталады? Оларды жасыл дейді, себебі олар табиғатқа зияны аз технологияға жатады. Электр қуатын аз жұмсайды. Электр станцияларында отын аз жағылады. Ауаға шығатын зиянды газдар азаяды. Қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі. Яғни, энергияны үнемдеу табиғатты қорғаудың бір жолы. Неге бұл маңызды? Электрді аз пайдалану ақша үнемдейді. Табиғи ресурстарды сақтайды. Ауаны ластамауға көмектеседі. Сондықтан оларды жасыл энергетиканың белгісі деп айтады. Үйде қандай лампа қолданған дұрыс? Қазіргі кезде ең тиімдісі LED жарық диодты шамдар. Олар ең аз электр жұмсайды. Өте ұзақ қызмет етеді. Экологияға қауіпсіз. Табиғи газ қорымен қалпына келу деңгейі бойынша қай түрге жатады? Табиғи газ сарқылатын, қалпына келмейтін пайдалы қазба. Себебі ол жер қойнауында миллиондаған жылда түзіледі. Адам пайдаланған соң қоры тез азаяды. Қысқа уақытта қайта пайда болмайды. Сондықтан оны үнемдеп пайдалану өте маңызды. Газ қорын сақтаудың жолдары. Газды босқа жақпау. Үйді жақсы жылу оқшаулау, жылу қашпау үшін. Энергия үнемдейтін пеш, қазанды қолдану. Баламалы энергия көздерін пайдалану, күн, жел. Құбырлардағы ақауларды дер кезінде жөндеу. Мағынасы, аз жұмсаса қор ұзаққа жетеді. Табиғи газдың адам өмірі мен денсаулығына қауіптері. Газдың иісі жоқ, арнайы иіс қосылады, ағып кетсе байқалмай қалуы мүмкін. Тұншығу қаупі бар, оттегіні азайтады. Улану болуы мүмкін. Жарылыс және өрт қаупі жоғары. Көмір қышқыл газы көбейсе бас ауыру, әлсіздік, естен тану болады. Қауіпсіздік ережелері. Газ иісі шықса, от жақпау, жарық қоспау. Терезені ашу. Газды жабу. Үлкендерді немесе газ қызметін шақыру. Қандай энергия көздері отында алмастырылады? Көмір, мұнай, газдың орнына. Күн энергиясы, күн панельдері арқылы. Жел энергиясы, жел турбиналары. Су энергиясы, су электростанциялары. Геотермалдық энергия, жер жылуы. Биогаз, органикалық қалдықтардан. Бұлар жаңартылатын энергия көздері деп аталады, себебі табиғатта қайта толығып отырады. Неге ауыстыру маңызды? Отын қоры шектеулі. Жанғанда ауа ластанады. Климаттың жылынуына әсер етеді. Жаңартылатын энергия табиғатқа зияны аз. Толық ауыстыру мүмкін бе? Қазір бірден толық ауыстыру қиын, бірақ көп елдер біртіндеп көшіп жатыр. Болашақта негізгі энергия көзі күн мен жел болады. Үйлерге электр тогы қайдан келеді? Көбіне электр энергиясы. ЖЭС, жылу электростанциясы, көмір, газ. СЭС, су электростанциясы. Кей жерде жел мен күн станциялары. Қазақстанда электрдің көп бөлігі әлі де жылу электростанцияларынан өндіріледі. Қорытынды. Отынды басқа энергиямен ауыстыру мүмкін және қажет, себебі бұл табиғатты қорғайды және болашаққа пайдалы. Қаласаң осы тақырыпқа шағын жоба тапсырмасында жасап берейін. Күн сәулесінің жылуы. Жылу сәуле арқылы тарайды. Ауа болмаса да жетеді, ғарышта да таралады. Тікелей түскен заттарды қыздырады. Ауа емес, денелер алдымен қызады, кейін ауа жылиды. Мысал, күн шыққанда жер, қабырға, терезе алды қызады. Радиатордың жылуы. Жылу негізінен ауа арқылы тарайды. Радиатор ауаны қыздырады. Жылы ауа жоғары көтеріліп бөлмеге тарайды. Бұл конвекция, ауа қозғалысы арқылы жылу таралуы. Мысал, батареяның үсті жылы, жоғары жақта ауа ыстық болады. Радиация дегеніміз не? Радиация кейбір заттардың өзінен көрінбейтін сәуле, энергия шығаруы. Ол табиғатта да болады, күннен, жер қыртысынан, сондай-ақ адам әрекетінен де пайда болуы мүмкін. Ядролық реакциялар,
рентген. Қарапайым тілмен, радиация көзге көрінбейтін, бірақ әсері бар сәуле. Радиацияның адам денсаулығына қауіптілігі. Аз мөлшері кейде зиянсыз болуы мүмкін, бірақ көп дозасы қауіпті. Жасушаларды зақымдайды. Сәуле ауруын тудырады. Иммунитетті әлсіретеді. Қатерлі ісік, рак қаупін арттырады. Ұрпақ денсаулығына әсер етуі мүмкін. Әлсіздік, жүрек айну, бас айналу болады. Сондықтан медицинада да, өндірісте де радиациямен жұмыс қатаң бақылауда болады. Семей ядролық полигоны туралы. Қазақстандағы ірі ядролық сынақ алаңы болған. Кеңес одағы кезінде пайдаланылды. Онда жүздеген ядролық жарылыс жасалды. Айналадағы халық пен табиғат зардап шекті. Көп адам денсаулығынан айырылды. 1991 жылы полигон жабылды. Бұл оқиға Қазақстан тарихындағы ауыр экологиялық мәселелердің бірі. Бір электр энергиясының басқа энергия көздерінен артықшылығы. Қолдануға өте ыңғайлы. Сым арқылы алысқа оңай жеткізіледі. Жарыққа, жылуға, қозғалысқа оңай айналады. Таза, үй ішінде түтін, иіс шығармайды. Құрылғыларды бір батырмамен іске қосуға болады. Дәл реттеуге болады. Сондықтан электр энергиясы ең қолайлы әмбебап энергия түрі. Үйлер, мектептер, ауруханалар электрді қай станциядан алады? Көбіне жылу электр станциясы, ЖЭС, көмір, газ жағады. Су электр станциясы, СЭС, су күші. Кей аймақтарда жел немесе күн станциялары. Қазақстанда электрдің басым бөлігі жылу электр станцияларынан өндіріледі. Үш көмір мен табиғи газбен жұмыс істейтін станциялар қандай энергия шығарады? Олар отынның химиялық энергиясын, жылу энергиясына, бу энергиясына, турбинаның қозғалыс энергиясына, соңында электр энергиясына айналдырады. Яғни, соңғы нәтижесі электр энергиясы. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.